Бұл сабағымызда біз Canva приложениесіндегі дайын видео шаблондар арқылы видео шақырту жасап үйренеміз. Ол үшін мобильное видео деген форматты таңдап аламыз. Создать пустой дегенді басамыз. Және мына жерде поискке барып пригласительный на свадьбу деп іздейміз. Мысалы, кез келген өзімізге ұнаған видео шаблоны арқылы жасауға болады. Мына жерде неше түрлісі бар екен. Мысалы, мынаны таңдайық. Мына жердегі жазулардың барлығын өшіріп тастаймыз. Осылай үстінен басып. Мына обручальный кольцолар тұра берсін, сәл кішірейтейін. Мына гүлдерді де ауыстыруға болады. Үстінен басып тұрып, қозғай беруге болады. Енді текст жазайық. Текстті басып, текстовое поле дегенге барамыз. Үйлену той деп жазайық. Үстінен басып тұрып, мына стрелкамен жоғары көтереміз. Және мына дөңгелекті бассақ, осылай әріптеріміз, жазуларымыз үлкейеді. Енді мына плюсті басып, жазуды қайталап аламыз. Және үйленетін қыз бен жігіттің атын жазайық. Жанатик. Енді мына шрифттарымызды өзгертеміз. Ол үшін жазудың үстін басып тұрып, шрифт дегенге барамыз. Алдын ала жүктелген қазақша шрифттермен өзгертіп алайық. Мынадай қылайық. Және мына қыз бен жігіттің атын өзгертейік. Осылай. Сәл кішірейтіп алуға да болады. Енді бұлардың түсін өзгертеміз. Цвет дегенді басамыз. Қоңыр түс. Немесе осындай. Немесе мына жерде бұлайына өзгертуімізге де болады. Жасыл түске бояйық. Үйлену той дегенді қоңыр түске бояйық. Осылай дұрыс. Енді мынаның үстін басамыз да осы бетті дублировать етеміз. Келесі бетке. Мына сақинаның тұра бергені дұрыс сияқты. Үйлену тойының белгісі ретінде. Мына жерге сөзіміз жазайық. Жоғарыда екі стрелка тұр. Мынаны бассаңыздар кері қайтарады. Яғни мысалы бір дұрыс емес басып қалсаңыздар өзінің орнына қайтадан алып келеді.
осылай қолмен жақындатып алуға да болады. Ұлымыз демек, балаларымыз деп жазайын. Балаларымыз мынаны үстінен басып көшіріп аламыз да астына жазамыз. Жанардың үйлену тойына жайылған салтанатты сәл осылай жақындатып алып енді тағы да үстінен басып тұрып дублировать етіп тағы бетті қайталаймыз. Мынау үшінші бет. Енді бұл бетте біз тойдың өтетін жерін, мекен жайымыз, Астана қаласы, деп мейрамханасы дейік. Өтетін уақытын жазайық. Және астына сағат. Мына осылай жазылды. 18:00 басталады. Сәл астына түсірейік. Мына жерде аралары сәл ашық болып қалып жатса, жазулардың элементы деген жерде түрлі линиялар немесе гүлдерді қоюларыңызға болады. Мен линия деп іздеп көрейін. Золотая линия. Гүл қойғыларыңыз келсе, гүлді қоюға болады. Мынадай неше түрлі өзіңіздің талғамыңызға сәйкес жасауға болады. Мысалы, мына жерде мен кез келген бір линияны ала салайын. Мысалы, мынаны алайын. Осыны осылай арасына қоюға болады. Сәл осылай созып осылай. Енді келесі бетті көшірейік, дублировать етеміз. Бұл жерге той иелерінің аты жөнін жазамыз. Той иелері, мысалы, Серік Маржан дейік. Астына келіңіздер. Қуанышымызға ортақ болыңыздар. Ортақ болыңыздар. Мына осылай. Енді бір қарап шығайық, қалай шыққанын.
Енді мынау арасында переходтарды жасауды көрсетіп жіберейін. Плюстың үстін басамыз. Мысалы, переход дегенге барамыз. Бұл жерде түрлі переходтар бар. Бұлай домалақ болып, енді өздеріңіздің талғамдарыңызға сәйкес жасауға болады. Міне көрсетіп жіберейін. Переходтың үстін басасыздар. Мысалы, растворение. Осының үстін бәрін басамыз. Мына жерде линейный дегенді бассаңыздар, екі рет бассаңыздар, оның уақыты, мысалы, осылай көбейтіп азайтуға болады. Және направлениені басамыз. Мысалы, жоғары қарай кететін болса, осылай кетеді. Енді бір көріп шығайық. Мысалы, переходты әр видеоның бетінің әр переходқа әр түрлі қылып жасауға да болады, немесе бірдей қылып жасауға да болады. Мысалы, мен үстін басып көрсетейін сіздерге. Астына применить ко всем страницам деген галочканы бассаңыздар, сол кезде барлығы бірдей болады. Ал егер баспай, әр қайсысынікі бөлек-бөлек қылатын болсаңыздар, онда әр қайсысын үстін басып отырасыздар. Мен бірдей қыла берейін. Сосын мына жерде ұзақтығы 4-4 секунд екен. Мына үстін басайық. Бассаңыздар осылай үстінен. Бұның несі уақыты үлкейеді. 5-2 секунд. Осылай. Әр қайсысын солай жасауға болады. Енді осы Canva приложениесі арқылы осы видеомызға музыка қоюға болады. Осы аудио дегенге барамыз. Бұл аудио деген ішінде осы приложениенің ішіндегі музыкаларды қоюға болады. Мен қазір загрузки бөліміне барып, өзімнің алдын ала жүктеп алған музыканы қоям. Изображение, видео, аудио дегенге барам. Мына жерде үш-ақ музыка тұр екен. Екеуі қыз ұзатылу тойға арналған, және біреуі классикалық. Мен осыны басып көрсетіп жіберейін. Басамыз. Сәр музыка. Мынаның үстінен басып тұрып, осылай жылжытамыз. Енді мына жерде үстін бассақ, қазір шығады. Енді видеомызды стрелкамен жоғары қарап тұрған соны басу арқылы жүктеп аламыз. Скачать дейміз. Мына жерде тип файла көрсетіп тұр, рекомендуемый. Видео MP4 деп. Сол форматта жүктеп аламыз. Скачать дейміз.